кезде қатады. Бірінші су жетіспеген кезде, екінші май жетіспеген кезде, дұрыс май, омега жетіспеген кезде, үшінші клетчатка жетіспеген кезде бізде оян деген өнім бар, клетчатка, және бізге клетчаткаға көмектесетін Green Max деген өнім бар. Су жетіспеген кезде алоэмен қосып ішсеңіз суды жақсы сіңдіреді, суды жай ішкің келмейді, ол қалыпты жағдай. Және омега біз күніне жоқ дегенде 2000-3000 мг жеу керекпіз омеганы. Және клетчатка бұл бізде бір қасығы 10 салаттың құрамын береді. Яғни Green Max пен оян екеуін бірге қосып ішетін болсаңыздар, іштің жүруі жақсы болады. Яғни бізде 14 түрлі шөп бар, бұда спирулина, хлорелла деген балдырлар бар, және имбир, куркума деген өнімдер бар. Солармен қосылып жасалған формула. Арнайы тек қана жаңа куркума, имбир ішіп жатамыз, оның сіңуі әлде қайда төмен болады мынау Green Max пен салыстырғанда. Не үшін? Өйткені біздің организмде специялар, арнайы специялармен қосылып жасалған кезде біздің ағзаға өзінің сіңімділік жолдары болады екен. Соған арналған арнайы ғалымдардың зерттеуі бойынша Дэвид Хибер деген Американың ең мықты докторы наук ғылыми зерттелген. Бұның бәрі сіздерге өте пайдалы болады. Шөпті дұрысынан кептіріп, дұрысынан жеудің өзі де үлкен ғылым, үлкен білім екен. Менімен бірге болыңыздар.